Мұсылмандарға жер бетін мешіт сәжде қылатын орын қылып бердік дейді. Қараңыз, біз қуанып жүрміз, даже кейбір жігіттер айтады, Аллаға шүкір біз сондай діндеміз. О, көшеде біз намаз оқи аламыз. Паркте намаз оқи аламыз. Қырда намаз оқи аламыз. Тоғайда намаз оқи аламыз. Біз теңізде намаз оқи аламыз. Ешқандай дін өкілі жоқ, арнайы уақытқа мұқтаж. Жер бетін бізге мешіт қылып берді, дұрыс па? Керемет па? Осы жерден енді осы аяттан қорқынышты бір мағына шығады. Мешіттің ішкі әдебі бар ма? Мешіттің ішкі әдебі бар ғой, дұрыс па аға? Мешіттің ішінде айқайлауға бола ма? Мешіттің ішінде темекі шегуге бола ма? Мешіттің ішінде түкіруге бола ма? Мешіттің ішінде ұрысуға бола ма? Дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды дейді да. Апа, не деп жатқанын түсіндіңіз ба? Мұсылмандарға айтып жатыр, ей мұсылмандар, сендер жер бетінде осылай болыңдар дейді. Қарасаңшы, не деп жатыр? Біз үшін жердің беті мешіт па? Жігіттер айтып жатыр, жердің бетінде осылай болсаңдаршы дейді да. Сендер тек мешіттің ішінде мұсылман болып қалмаңдар. Сендер жердің бетінде мұсылман болыңдар. Әдеп мешіттің ішінде емес ол. Әдеп көшеде болу керек. Барлық жерде әдеп болу керек мұсылман адамда. Мұсылман адамның тәнінде, жәнінде әдеп болу керек.